Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Fingramota.kz халықтың қаржы саласындағы сауаттылығын арттыру жөніндегі жобасын ұсынады. Онлайн шопинг кезіндегі қауіпсіздік қағидалары. Интернет дүкендері арқылы сауда жасау қолайлы, өйткені онда кезекте тұрмайсыз. Сондай-ақ, қазіргі эпидемиологиялық жағдайда барлығының денсаулығы үшін қауіпсіз болып табылады. Алайда, егер сіз абайсыздық танытсаңыз, қаржы алаяқтарының тұзағына түсіп, барлық ақшаңызды жоғалтуыңыз ықтимал. Интернет кеңістігінде қаржы алаяқтары бір қарағанда қауіпсіз болып көрінуі мүмкін. Олар онлайн платформаларға да өз тұзақтарын құрады. Бұл былайша айтқанда бір күндік сайттар. Сатушылар сатып алушыларды түрлі акциялармен, төмен бағалармен қызықтырады. Алайда интернет дүкенінің сайтында оның заңды мекен-жайы, иелері және басқа да маңызды мәліметтер туралы деректер болмайды. Клон сайттар, мысалы танымал интернет дүкендердің көшірмелері, тауарлар немесе қызметтер туралы жалған пікірлер жазылған әлеуметтік желілердегі форумдардағы парақшалар. Өзіңіздің қауіпсіздігіңізді сақтау үшін не істеу керек? Сайттың доменіне назар аударыңыз. Ол HTTPS деп басталуы тиіс. Қорғалмаған сайт HTTP деп басталады. Төмен бағалар, сондай-ақ жеңілдіктер дегенге қызығып, сақтық шараларын ұмытпаңыз. Қандай да жағдай болмасын, алдын ала ақы енгізбеңіз және өзіңіздің жеке деректеріңізді, төлем картасының деректемелерін, әсіресе сырт жағындағы 3 мәнді кодты бермеңіз. Жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелерін қоса алғанда, өзіңіздің дербес деректеріңізді ешқашан дауыстап айтпаңыз және бөтен адамдарға жібермеңіз. Дербес ақпаратты беру талап етілетін күмәнді интернет конкурстарға және лотереяларға қатыспаңыз. Кибергигиенаны сақтаңыз, әрі шопингіңіз жаныңызға жағымды болсын. Fingramota.kz-пен бірге қаржылық сауаттылығыңызды арттырыңыз.